Кремль тарафындан идаре етілген Қырымның юқары махкемесі октябрінің 20 үшінде Қырым татар құқық қорғаушысы Хизбут Тахрир Ялта ишінің иштиракчысы Эмир Усин Кукунын тевқиф муддетінің uzatırılması hakkında бірінші басамақ махкемесінің қарарыны деніштірмей қалдырды. Бұна апис етілгеннің адлиежесі Алексей Ладин білдірет дегені кебі топлашув қапалы еді. Имайге аудио язысыны кечірмеге ясақ етілді. Бұның еле адвокатның сөзлеріне көре, махкеме топлашывында қабатлайжы тараф имайының ешбір дәлеліне қимет кесмеді. Эвел апис етілген Қырым татар құқық қорғаушысы Эмир Усин Кукунун апайы Мерьем Акайына ажилет тибби ярдым керек олғаны ақында білдірген еді. Эмир Усин Куку 2017 сенесі декабрінің 8-не қадар аписте қалдырылды. Умумен Қырым құқық қорғаушысы аписте 21 ай ве 27 күн ята. Хатарлатамыз, инсан ақлары бойынша контакт группасының азасы Эмир Усин Куку дегер фаалер или бірлікті махсус қызметлер тарафындан 2016 сенесі февральның башында апис етілді. Оларны Қырымда террористик тәшкелетінің мейданға кетірілмесінде қабатлайлар ве дини себеплер бойынша тақип етелер. Суд не заинтересован в объективности. Объектив қарарлары махкеменің менфаатында дегіл. Бірінші басымақ махкемесінің қарары себепсіз олғаны ақында дәлелер. Имайының бұттун дәлелері рет етілді.